Қайырлы таң достар, сіздермен бірге мен Тоғжан. Және бүгінгі видеода влог болады. Мен өзімнің карантиндегі күнімді көрсететін боламын. Негізі мен влогта дұрыс түсіре алмаймын, және мен влогтарым всегда скучный. Көрейік, может, бұдан бірдеңке шығады. Қазір сағат 8-ден 26 кетті, қазір бізде сабақ басталады. Ендеше, наверное, потом көрсеміз. Еще мен таңертең өте уродский көрінем. Не только таңертең, все потом көрсеміз. Бұл жерде мен шай ішіп отырмын, және де сабақ оқып отырмын. Мен жаңа сабақ оқып отырдым, және де қазір ғана мен есіме түсті, что мен вообще-то влог түсіріп жатырмын. Сондықтан бұл влогымды ары қарай жалғастырайық. Жандос, привет. Жандос. Қазір мен киім түкейтін боламын, ал сіздер просто бұған қарайтын боласыздар. Өте қызықты. Не хочется плакать. С пластмассовых скал я о жизни узнал. Море ванну налил и узнал о любви. Коронавирус. Нет. Коронавирус. Кет. Мен өте жаман өлең айтам. Кешіріңіздер. Маған скучно. Мен просто білмеймін, не түсірсем болады тағы влогқа. Сондықтан мен инстаграмға кірдім де әртүрлі маскаларды кие бастадым. Давайте менің қаншалықты умный екенімді көрейік. Так, Көгершін, музыкальный группа. Одан кейін біздің ішіміз піскетті, сондықтан біз монополия ойнауды шештік. Бізде 10 шықты, Түрме. Рим. Үші. Бауырым мені жеңіп кетті, және біз монополияны жинап жатырмыз. Қазір сағат 12, және де мен қазір ұйықтаймын. Это не точно. Және де бұл менің карантиндегі бір күнім болатын. Әрине мен өмірім сондай бірім қызықты емес, және де влогтарды мен күшті түсірмеймін. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Хотя бы сіздер менің тірекенімді білесіздер. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.